Баршаңызға сәлем достар. Сіздерге тағы да екінші салаттың түрін бөліскім келіп отыр. Құрамында помидор, міндетті түрде шегеміз, сәбіз, болгарский баклажан, пияз, осколымыз, және сарымсақ. Помидорымызды ең бірінші қазға қойып, үстіне пиязымызды салып, және көз мөлшерімен немесе 100 мл сұйық май құйып, осы екеуін жақсылап араластырып аламыз. Және қайнағанша газда қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін ішіне сәбізімізді салып, онда жақсылап араластырамыз да, онда жақсылап қайнатып аламыз. Әр затымызды осылай қайнаған сайын ішіне бір-бірдеп кесекпен салып отырамыз. Сәбізден кейін мен болгарскийді шектім. Негізі турап салсаңыздар өте әдемі болып көрінеді, бірақ мен шегіп салдым. Болгарскийді. Бұнды жақсылап қайнатып, ішіне баклажанды салдым. Баклажан осылай көбек-көбек турадым. Енді өз қалаларыңыз бойынша турайсыздар. Міндетті түрде дәміне қарай тұз, қара бұрыш, лавр жапырағын қосып, дәмін келтіретін боласыздар. Жақсылап араластырып, онда қайнатамыз. Тұзды салып, жақсылап қайнағаннан кейін сарымсағымызды және осколымызды саламыз. Соңына пісуге таман жақындаған кезде осы заттарымызды саламыз, өйткені өзінің дәмін, хош иісін сақтап тұру мақсатында. Және де бір стакандай құмшекер саламыз, қышқылдығын жою мақсатында. Құмшекерді ұмытпаймыз, міндетті түрде салыңыздар. Дәмі тәтті қылып, яғни қышқылдығын жойып тұрады. Бұнда біраз қайнатамыз. Міне осылай салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шықты. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Bensound.com